Сәлем достар, сіздер менен Наргиз. Бүгін мен сіздерге необычный формадағы самсаның рецептісін ұсынамын. Видеоны аяғына дейін тамашалаңыздар, лайк, коммент қалдыруды ұмытпаңыздар. Қажетті құрамдар: 1 кг ұн, сары май 200 г, 1 жұмыртқа, 250 г қаймақ, бөлме температурасындағы 1 ас қасық тұз және де фарш 500 г. Ең алдыменен ыдысымызға ұнымызды салып аламыз және де үкіштен сары майымызды өткізіп аламыз. Содан кейін қолымызбенен песочный қамыр жасап аламыз, тұз қосамыз, қаймақ қосамыз және де жұмыртқамызды қосып, нанымызды елеп аламыз. Енді онымыз біріктірмей жатса, кішкене қаймақ қоссаңыздар болады, немесе сүт қоссаңыздар болады. Видеодағыдай көрсетілгендей жасап шығасыздар, және де формаларға бөлген кезде менде 24 дана самса шықты. Және де 15 минуттай демалтқызасыздар. Содан кейін қамырымызды жая бастайсыздар жоқалап. Енді жайғаннан кейін қамырымызды видеодағыдай көрсетілгендей жинап аласыздар самсаларымызды, және де асты жағын біріктіріп қоясыздар. Енді өсімдік майын жағылған формаға салып шығамыз, және де жұмыртқаменен күнжутпенен сеуіп шығасыздар да 180 градуста 40 минуттай пісіріп аласыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздерменен болған Наргиз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шықты. Қош сау болыңыздар.